Studio Melodia Records. Assalamu алейкум ардақты ағайындар. Келесі кезекте PSR ESX 600 нұсқасында микрофон настройкасын реттеп, сосын осындағы жаңа функция қосылған дауысыңызды бірге, яғни запись қып, осы Yamaha-ның өзіне жазу. Бұл қазіргі жаңа шығып жатқан Yamaha-лардың ең жақсы функциялары. Сіз қандай жағдайда бір жақсы өлең өзіңіздің шығармаңызды туындыңыз шабыт келіп жазылған жағдайда сол мезетте өз әуенін осы Yamaha-да тартып өз дауысыңызды бір жолда жазып алуға мүмкіншілігіңіз бар. Бұл осы Yamaha PSR ESX 600 нұсқасының 670-пен салыстырғандағы үлкен ерекшелігі осы функциясы, яғни микрофон қосылады, микрофон запись болып жазылады. Мен сіздерге қазір микрофонның нақты эффекттер беріліп, соны қалай запись қып жазылуын сіздерге көрсететін боламын. Ең бірінші запись жазудан бұрын міндетті түрде флешкені Yamaha-ға салуымыз керек. Сосын микрофон қосылады Yamaha-ға. Мұнда қосылатын артында орындары бар. Джак қосылады жаңағы микрофонға. Флешкенің өзінің орны бар. Сосын микрофон ең шеткі жағында мик сеттинг деген бар. Яғни микрофонның настройкасын реттеу. Микрофонның құрылымын реттеу. Осыны басқаннан кейін экранға, ана төмендегідей осындай экранға шығады. Бірінші тұрған пан деп тұр, яғни микрофон дауысын екі L-R колонкаға бөлінеді, екі жаққа, оңға солға. Сосын ривер деп тұр. Ривер дегеніміз жаңғырық. Ассаламу алейкум. Жаңғырық. Сосын шоуэр деп тұр, яғни дыбысты қалыңдататын. Қазір мынада ривер. Бұл настройкасын қалай реттейміз дегенде, осыны басып интерді бассақ, яғни біз осыған беретін эффектілерді өзгерте аламыз. Оны қай жерден өзгертеміз дегенде, мұнда миксер деген кнопка бар. Миксер деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін мұнда экстrenal деп тұр, яғни осы микрофонның эффекттерін реттейтін орын. Яғни бізде біріншісі халда тұр, ревер, екіншісі темпо делайда тұр, үшіншісі де тоже делайда тұр. Біріншісін біз халға қойайық, ентерді басамыз, ал басқа да реверлерге жеткіп өзгертуге болады. Мұнда детал деген жазу бар. Детал деген жазу басу арқылы сіз осы ревердің жалпы несін реттейсіздер. Ревердің жаңа ұзын қысқалығын және ауқымын, көлемін. Яғни ревердің жаңғыру ұзақтығы 4 секундта тұр. Бір. Қазір мұнда дыбысты қалда тұр. Көрейік. 1. 4 секундтық ревер кетіп жатыр қазір. Сосын екінші делай. 1. Ентерді басасыздар осында. Мұнда тағы өзгертуге болады делайларды басқалай. 1. 1. Басқаша, әрі қалай. Мұнда темпо делай дегенге қоямыз. Сосын микрофон. Микс сеттингді басқаннан кейін мына тап деген кнопка арқылы оң жағына жеткеп, біз жаңағы осы микрофонның эквалайзерін реттеуімізге болады. Яғни бізде қазір низа қатты болып тұр, басамыз. Міне низаның дауысы жоғалды. Осы арқылы реттеуге болады. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Осылай өзіміздің қалауымыздағы дыбыстарды өзгертеміз. Сосын астыңғы бетте
noise gate дейді. Яғни noise дегеніміз жаңағы сырттан келіп жатқан дыбыстардың жаңағы шуыл дыбыстарды азайтатын. Сосын мына жерде компрессор деп тұр. Компрессор дауысты ашықтығын реттейді. Дыбыстың біркелкігін реттейді компрессор. Өшіріп тастасаңыз міне басқаша, қосқаннан кейін басқаша болып тұрады. Не көрдіңіздер ме? Офт деген радио компрессор. Мына жерде офт дегенде өзіңіз офт деген шығатын дыбыс өздеріңіздің көбейеді, күшейеді. Көрдіңіздер, осы бойынша реттейсіздер. Осы бойынша жалпы реттеген эффектілерді біз сақтап алуымызға болады. Яғни мына жерде save деп тұр, осыны басып, онда өзіміздің атымызды жазып, сохранить етіп алуымызға болады. Бірінші демо деп сақтайық. Окей. Келесі жолы өлең айтардан бұрын сол демодағы осы сохранить еткен өзіміздің осы эффектін басып, реттемей бір жолда басасап өлеңімізді айта беруімізге болады. Сосын мұнда VSP Audio Player деп. Осы плеерден біз WAV форматтағы өлеңдерді флешкіден төте қоя аламыз. Сосын және өзіміз тартқан музыканы және дауысымызбен қосып, осы Yamaha'ның өзіне жазуымызға болады. Сіздерге тексеріп берейін қазір. Мынада жаңғырық делайды қосып қойын. VSP Audio Player. Мына жерде бірінші тұрған рек, екінші старт, стоп. Мынау алға және артқа. Мұнда сеттинг деп тұр. Мұнда дыбыстарды, аудионың дыбысын реттеуге болады. Мынау жаңа сақтайтын орныңыз, яғни VSP1 флешкеге сақталады. Қазір бірінші бір өлеңді ойнап көріп жазайық. Мына өзіміздің жасаған қазақша стильдер. Бірінші ректі басамыз. Сосын стартты басамыз. Бір өлең жазып көрейік қазір. Бұл шаһарда бір сұлу бар, ештеңе жоқ, ерке гүл бар. Сөздер айтсаң сол сұлуға, маған қарап күлім қағар. Стопты басамыз. Өзі автомат түрде сохранить етіледі, сақталады. Біз ревермен нені өшіп бастайық, делайды. Жазған записімізді тыңдап көрейік. Яғни жаңа аудиоплеерден старт дегенді басайық. Бұл шаһарда бір сұлу бар, ештеңе жоқ, ерке гүл бар. Сөздер айтсаң сол сұлуға, маған қарап күлім қағар. Яғни осылай дауыстарымызды жазып аламыз. Сосын жаңағы аттарын өзгертіп жазуымызға да болады. Намы деген жерден А деп өзгертіп. Осылай флешкеге жазу арқылы біз өзіміздің шығарған шығармаларымызды осындай жазып алуымызға мүмкіншілігіміз бар. Осындай ерекше PSIR EC2 600 нұсқасының
осындай жақсы функциялары бар. Көп жақсы жағдайда қолдануыңызға әбден болады. Сосын өзіңіздің жаңа шығып жатқан өлеңдеріңіздің демо нұсқасын жазуға да болады. Жақсы жұмыстар жасауға мүмкіншілігіңіз бар. Рахмет, сіздермен болған Ершат Болатұлы, Studio Melody. Рахмет.